Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға бүгін осындай керемет дәмді лағман пісірдік. Созғаны бәрі толығымен көргілеріңіз келсе, алдыда қазір бәрін көрсететін боламыз. Ұнымызды алдық. Суымыз суық су болу керек. Тастай. Андай бір қасықтай, үлкен қасықпен бір қасық тұз салдық. Және бір қасық май құйып жедік. Қазір нанымызды илейміз. Судың жартысын құйып алып бірінші илеп аламыз. Суымыз тастай болу керек. Все. Міне, тестамыз. Керемет. Осылай салафанға сақ. Жақсылап осылай орап. 1 сағатқа нанымызды қойып қоямыз. Болды. Kue bojogos, танцует. Біздің бәрін. Қазақша. Биле. Әне, күшті өлең айтып жатыр. Дан. Сөзің. Бір осындай үлкен редька қосамыз біз. Таисай. Подливы дайын болды. Етіміз, капустамыз, редькамыз, пиязымыз, морковь қосамыз, кішкене перец, мұздатылы жазда дайындалған. Және қосымша томат, жаңа қуырғанда қосатын тұздық бәрін қуырғанда көрсетеміз. 40 минуттай ғана тұрды. 1 сағаттан асыра тұрғызсаңыздар тегі жақсы. Тынып күшті болып кетті. Осылай кішкене жұқартып аласыздар. Таймызға қойып, әдемлеп кесіп аламыз. Кесіп шықтық әдемлеп. Қазір табағымызға осылай. Осы жолғысы әртүрлі мынандай жіңіш бірдей болмады деп переживать етпеңіздер. Осыдан кейінгі сойылғаны біркелкі болып шығады. Бір қатарымыз болды. Майымызды жағамызда екінші қатарымызды жинап, содан кейін салафанға сап,
холодильникке бір жарты сағатқа қойып қоямыз тестамыз тағы да. Жарты сағаттан кейін созамыз. Так, нанымыз жарты сағаттай тұрды холодильникте. Қазір созамыз. Шетінен алып аламыз да, керемет тынып тұр екен. Нанды осылай қойдық та 5 минут қойып қойдық. Далаға отымызды жағып қойдық ошаққа. Енді былай өзі ешқандай тартпайсыз. Өстіп өзінің бабымен соза бересіздер. Осылай міне бүйтіп етпен кете бересіздер. Өз топ-томалып бүйтіп. Қолыңызбен әдемілеп. Нанымыз міне бір келді. Созылады осылай. Осылай аламыз, міне осылай қысқа қылып аласыздар. Бүйтіп әр саусаққа кіргізесіздер ғой, жабыспас үшін өстіп. Міне, әр саусаққа осылай кіргізіп аламыз. Нанымыз қазір жуандау. Оған переживать етпеңіздер. Былай қолдарыңыздың әр саусағына кіргізіп аламыз. Осылай ұстаймыз да, енді мына батпен осылай ұрамыз. Қатты тартпаймыз. Міне бір тал үзілген жоқ. Өзіңіз қанша жіңішкелік керек, соған дейін өсіп ұра бересіз. Міне жіп жіңішке болып шықты, көрдіңіздер ме? Әдемі болып шықты. Суымыз қайнады, тұз сап алдық, тартып. Осылай саламыз да вилкамен арасын ажыратып жібереміз. Ажыратып просто қыз. Осылай қатты көтеріліп қайнау керек. Қазір 1 минут қайнатып аламыз да. Аламыз. Осылай сүзіп аламыз. Тұзын кішкене өтірік сап жіберу керек, тұзын. Тестамыз әдемі болып пісті. Үшінші нанымызды салып алдық, міне. Ең соңғы. Қазанда рахат, осыны тез-тез пісіп кетеді. Кішкене үсті май жағып қоямыз. Жабыспас үшін. Суға салбасаңыздар, андай тастай суға салып аласыздар. Мұз сияқты. Нанның суды ыстадық та қазір. Майымызды құйып. Бірінші етімізді сап жібереміз. Етті жақсылап қуырып аламыз. Мындай толы бір қасықтай, 2 қасықтай қойып жібереміз. Қойдың еті ғой, тез піседі. Луғын салам, луқпен бірге мына ретпен де салып жібереміз. Бұл көбірек піседі ғой.
Морковын сала салайын. Дәу бір қасық томат салып жібер. Және мынау мынандай переціміз бар. Иә. Бір екі қасық қосқа салып жіберем. Оп. Бірақ пісті ғой. Қуырамыз жақсылап. Капустамызды, мына перецімізді саламыз. Ең соңғы ингредиенттері. Паприка. Қасық мынандай паприка салып жедім, мынандай қып-қыл. Кене суын құйып тұрып 5-10 минут пісіріп аламыз. Дайын. Капустасын морковын келіп тұрғымыз кетті. Кішкене су құямыз да бір 10 минут тәмік етіп аламыз. Біз енді кішкене сулы қылып ішкен жақсы көреміз өзіміз. Міне осы су жетеді. Осы кезде тұзын салып қоямыз. Қалған нелерінің бәрін салып қойып, тұз ғана салынған жоқ. Осындай үлкен қасықпен мынандай почти аз толмаған. Татығанына қарай саласыздар ғой тұзын. Тағы бір кішкене су құйып жіберу керек. Су азды ол. Вот міне. Даладан алып келдік подливамызды. Біз осылай кішкене сулы жеген жақсы көреміз. Ламанымыз дайын болды. Керемет дәмді ламан дайын болды. Бізге ас болсын, сіздер де жасаңыздар. Біздің каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер, комментария жазыңыздар. Бәрілеріңізге амандық.